Ал армысына солтым, жандарым сол, қалайсыздар, неғыватсыздар? Жалпы болжамға тақырып десем, мынандай керемет тақырып кепті. Келер жылға болжам. Келер жыл бізде жылқы жылы келатыр. Бірақ бізді жақсы түсінесіздер деп ойлаймын, дұрыс түсінесіздер деп. Біздің қазақтың жаңа жылы ол 14 наурыздан басталады. Сондықтан 31 желтоқсанда тойлау ол кішкене қателік деп па. Бірақ енді бүкіл әлемдік сол Григориан күнтізбесі бойынша өмір сүрген екен. Енді біз қара түнді 21-не тойлаймыз тәңіршілер. Мен әсіресе қатты 2-3 жыл болды. 21 деген маған өте сонда бір ерекше күн. Ал күрес дейді. Қас көреміз, күресу керек бірдемегем дейді. «21 желтоқсанда тойлап кетсек, 31-не енді балаларға анау сыйлық сыйлаймыз. И наурыз. Бопты, келер жыл болса келер жыл. Қараңызшы, қалай күшті сөйлеп жатыр. Өзім дейтіндер, күресіп қалғандар, жауапкершіліктің бәрін өзінің басына алып алғандар, жандарым сол, қарақтарым, ботақандарым, қошақандарым сол. Дұрыс, жауапкершілікті алған дұрыс, бірақ сізден де ұлы күштер бар. Сізден де үлкен нәрсе бар бұл әлемде. Сондықтан құдайларыңызды ұмытпаңыздар. Қыздар қауымы не болады екен келер жылы? Бақтар ашылып, тұрмысқа шығады. Ай күні келіп, сағат сәті соған дәл тұспа-тұс келсе, онда отбасын құрастыр. Өте күшті жыл болайын деп тұр ғой. Ерегіс. Ер азаматтармен әйел қауымы, енді көбімен әйел қауымы көреді, ерегісіп алдарына түсіп, олармен тайталаспай қойыңыздар. Өйткені ер адам, аты ер адам. Көбінде енді жаңадан басталады дейді. Бұл енді жылқы жылы өз баяда сөйтіп айтатын, ат сияқты жұмыс істейміз деп. Бұл енді ер азаматтардың жылы, ер азаматтар таққа отыратын, билікті қолға алатын кез.